Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі жұмсақ болып келетін булочкаларды жасап көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасында тұрған жылы суымызды құямыз. Және де 4 ас қасықтай болатын қантымызды саламыз. Және 1 ас қасық болатын аштығымызды салып, жақсылап араластырамыз. Барлығын араластырып болдық. Енді осындай пакетпен бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Кем дегенде 10-15 минуттай тұруы қажет. Бізде 15 минут уақыт өтті. Енді салафанды алып, бетінен салафанды алып, аштығымыз өте әдемі көпіршіпті. Ол бізде аштыққа ашыды деген сөз. Тағы да 1 рет араластырып жібереміз да. Оның үстіне бөлме температурасында тұрған айранымызды құямыз. Және де сұйық майымызды құйып, 1 дана жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз тағы да. Барлығын араластырып болдық. Енді елеуіштен ұнымызды өткіземіз. Осы сұйық массаға салатын боламыз. Осылай елеуіштен ұнымызды өткізуіміз қажет. Елеуіштен өткен ұнымыз жұп-жұмсақ қамырға айналады. Көтерілген кезде қамырымыз жұп-жұмсақ болып тұрады. Сондықтан ылғи да осылай қамырды ашытатын кезде елеуіштен өткізуді кеңес етемін. Осылай бірінші қатарға осылай ұнымызды салып, оны қасықпен араластырып аламыз. Бөліп салатын боламыз. Ұнымызды елеуіштен өткізіп, яғни соңында өзіміздің қолымызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Сол кезде әдемі бір-біріне бірігетін болады. Достар, бізде жұмсақ қамыр иленді. Осындай жұмсақ әдемі болып иленеді. Енді осы қамырымызды кем дегенде 2 сағатқа ашытып қоямыз. Яғни көтерілуі қажет. Жылы жерге қойып қойымыз қажет. Бетін жауып, кем дегенде 2 сағатқа қоямыз. Сол кезде үп-үлпілдек болып қамырымыз көтерілетін болады. Неке достар, біздің қамырымыз үлкен болып көтерілді, өте жұмсақ қамырға айналды. Енді осы қамырымызды 2-ге бөліп аламыз. Осылай қолымыздың көмегімен жаймен деп
алатын боламыз да. Одан кейін қамырды екіге бөлеміз. Бір бөлігін алып қоя тұрамыз. Бірінші бөлігін бірнеше дөңгелектерге бөліп аламыз. Бірдей қылып бөлеміз қамырды. Одан кейін екінші қамырымызды да дәл сондай қылып дөңгелек қылып бөліп алатын боламыз. Содан кейін қамырларымызды осы формамызға салатын боламыз. Достар, дәл осылай дөңгелек қылып формамызға салып шығатын боламыз. Қатты қамырды баспаңыздар, тек осылай жан-жақтарын тегістеп, осылай формаға салатын боламыз. Барлық қамырларды дәл осылай жасап шығуларыңыз керек. Бірдей болу керек қамырларымыз, әрқайсысы әртүрлі болмау керек. Барлығы бір келкі болып шығу керек. Осылай дөңгелектеп, әдемілеп шығамыз. Мінекей достар, біздің қамырларымыз біркелкі болып салынды. Енді осы қамырларымызды дұрыстап, әдемілеп жан-жақтарында шамалы орын қалдырамыз. Қазір бұл қамырларымыз піскен кезде көтеріліп пісетін болады. Енді осылай барлығын жайғастырып шыққаннан кейін кем дегенде бетін жауып жарты сағатқа қоя тұрамыз. Енді ұнтағымызды дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге бөлме температурасында тұрған сары май қажет болады, және де қант қажет болады, және үстіне ұн салатын боламыз. Осы қант, май, ұнды барлығын араластырамыз. Бізде ұнтақ қамыр шығу керек, яғни ұнтақталған ұнымыз ұнтақталуы қажет. Май барлығы араласып, дәл осылай қолдың көмегімен ұнтақталған қамыр шығу керек. Мінекей бізде ұнтақталған қамыр шықты, өте сап-сары әдемі болып шықты. Ал енді қамырларымызды алып, яғни осылай қамыр дөңгелектенген қамырларымызды алып, бетіне жұмыртқа жағатын боламыз. Бетіне осылай, мен жұмыртқаның сарысын ғана жаққан жоқпын. Сарысы мен ағын қосып жағамын. Бірыңғай сарыны жағатын болсақ, біздің булочкаларымыздың беті қып-қызыл болып пісіп кетеді. Сондықтан сары мен ақты да қосып жағып жатырмын. Үнемі осылай пайдаланамын. Сол кезде сарғыш түсті әдемі болып шығады. Сіздер де солай жасап көріңіздер. Әдемі цветі әдемі болып келеді булочкаларыңыздың беті. Осылай барлығын жағып шығамыз да, жаңағы ұнтақталған қамырларымызды осы булочкаларымыздың үстіне сеуіп шығамыз. Осылай әдемілеп барлық булочкаларымыздың үстіне осы ұнтақталған қамырды себеміз. Ал енді барлығын сеуіп болғаннан кейін 180 градуста кем дегенде 30 минуттай осы булочкаларымызды пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің булочкаларымыз дайын болды. Өте үлпілдек әрі дәмді болып шыққан. Сіздер де жасап көріңіздер. Қазір мен сіздерге бір булочканы алып, ортасынан бөліп көрсетейін. Мына жерде булочкалар енді пештен шыққан, өте ыстық, қолыма ұстауға келмей жатыр. Ыстық болса да мен сіздерге бөліп көрсетейін деп отырмын. Өте жұмсақ болып шыққан, әрі дәмді, тәтті болып шыққан. Неке орталары піскен, өте жұмсақ болып тұр. Мен қолым ыстық тиіп тұрғаннан кейін қолыма осылай
ыстық болып тұрды булочкаларымыз, бірақ жұмсақ дәмді болып шыққан. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер.